Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Біздерді өзіне құлшылық қылуға нәсіп еткеніне, адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламға Алланың сәлемі болсын, салаваты болсын. Бауырлар, міне Алланың қалауымен, бауырларымыздың шақыртуымен арнайы Алматы шаһарына келіп отырмыз. Өте қуаныштымын. Қарағанды өңірі өзіміздің бір ауылымыз, еліміз секілді болып кетті. Енді ақида мәселесінде оны тіке қабылдауға болмайды, бірақ кітапта келеді, адамның басы Алланың добы деп келеді. Допты қайда тепсең сол жаққа қарап кетеді ғой. Сол сияқты қызметте болдық. Алланың қалауымен Алматы шаһарына қызметіміз ауысты. Бір айналып келген кезде бәрібір еліміз, жеріміз, сол өзіміздің отанымыз, Аллаға шүкір. Өздерінің сияқты жамағаттар қайда барсақ та. Сол кеткеннен бері қарап отырсам, осы жерде ақсақал отыратын орынбасар ақсақалымыз кетіп қалыпты. Алла рахметін алсын. Өте бір басшымыз болып жүретін, осы жерде айқайшымыз болып, дінге жанашыр ағамыз еді. Алла рахметін алсын. Гүлжамиля деген апайымыз бар еді мешітімізде. Ол кісі Алла рахметін алсын, ол кісі кетіп қалды. Мұса деген ақсақалымыз бір еді, ол кісі кетіп қалыпты. Жаңа сұрастырып отырсам, біраз адамдар кетіп қалыпты. Қайда кетті ол кісілер? Алланың құзырына кетті. Бауырлар, Алла алдарынан жарылқасын. Иншалла сол өмірлерінде қандай бір ізгі амал істеген болса, Алла Тағала сауаптарын еселеп берсін сол кісілерге. Енді тірі қалып кеткен біздер мен сіздер, біз олардан еш жеріміз артық емес. Былтыр сондай пандемия жағдайы болды, бірақ әлі жалғасып жатыр, бауырлар. Кейде сөз болып жатыр, ондай екен, мұндай екен, адамдарды қыруға жасалынған вирустар екен дейді, басқа екен дейді. Мен айтам, несіне уайымдайсыңдар оны? Мұсылман адам оны уайымдамайды. Егер шынымен адамзатты жаппай қыруға, өмірден, яғни осылай азайтуға жасап жатқан біреулер болса, мұсылмандар оны бір өте үлкен бір мәселе көрмейді. Неге? Өйткені мұсылман адам Раббысын асығады. Мұсылман адамға мына өмір мен ақырет таңдау еркі берілсе, мұсылман адам ақырет таңдау керек деген. Былтыр бәріміз ауырдық. Абдуллаппар ұстаз кеткеннен кейін жаңағыдай жағдайды естіп, мен де қатты ауырдым дейді. Дұға қылдым, мен де кеткім келді Раббыма. Бірақ Алла субхана ва тағаланың қалауымен қайттан аяққа тұрдық. Бұл мен айтқым келгені, бауырлар, қазір біздің өміріміз қалған болса, біз оны ғанимет білейік. Аллаға сансыз мақтаулар болсын, демек күнәміз бар. Ақырет мәңгі ғой. Мәңгі азығымызды жинап алуға Алла Тағала бізге және мүмкіншілік берді деп қана біз өзіміз жұбатамыз. Ал негізінде мұсылман адамға таңдау берілсе, мұсылман кеткісі келеді. Кейде мәселе бар. Уақыт өтіп жатыр, уақыт өтеді, субханалла. Уақыттың өткенде мұсылман адам қуанады. Қиямет жақындап жатыр өткені. Яғни секундтар, минуттар, сағаттар, ай, жыл жақындап жатыр ма? Мұсылман адам қуанады, кәпірлер оған қынжылады. Өткені кәпірлер қауымы, олар ақыретке сенбейді. Оларға сатса, мына өмірде мәңгі жүре бергілері келеді. Ал мұсылман адам жоқ, бұл өмір уақытша. Расул саллаллаху алейхи айтқандай, мына өмір тозақта жүрміз, бауырлар. Мына өмір мұсылман момынның тозағы деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Кәпірлердің жәннат деп айтқан. Бұл өмірдің тозағы екендігін жәннатқа кірген кезде білесіңдер деген. Оны және таратып кең қылып айтатын болсақ, мамандардың, ғұламалардың айтуынша, бұл Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың жазасын өтеуге келген әлем мына өмір. Яғни жәннатта жеме деген жемісті жеп қойып, Алла субхана ва тағала оларды жерге түсірді ғой, екеуін екі жаққа. Екеуі бірнеше жыл бір-бірін іздеп, екеуі Арафатта жолықты. Арафат деген сөз содан қалған дейді ғұламалар. Яғни екеуі қайттан жаңадан танысқандай болды дейді Арафат тауында. Сосын құрметті ағайын туыс бауырлар, айтқымыз келгені, Алла рахметін алсын баршамызды. Мұсылман адам ешқандай нәрсеге мына өмірде күйзеліске, басқаға уайымдамаймыз. Уақытымыз өткеніне қуанамыз. Не үшін қуанамыз? Раббымызға бір күн болса жақындап жатырмыз.
Енді Алла Субханала Тағаланың алдына құзырына барған кезде абыроймен баруымыз нәсіп етсін, бауырлар. Алла Субханала Тағаланың құзырында, бауырлар, көп амалмен баруымыз шарт емес. Аз болса да сапалы амалымыздың қабыл болғанымен баруымыз Алла нәсіп етсін. Расулаллах айтады, ықыласпен орындалған аз амалың сол саған жетерлі сауап алуыңа дейді. Қараңыздар. Әрине нәпсіге салса көп нәрсе істегің келеді. Бірақ ол істеніп жатқан амалдарды бауырлар ықыласпен орындауымыз керек. Жаңағы ақсақалдарымыз, ағаларымыз, ата-бабаларымыздың кеткен жолымен бәріміз кетеміз. Бейтін жана өткен кезде дұғалар бар, айтатын араб тілінде. Қазақша аударған кезде қалай мағынасы? Сіздер де біздей болғансыздар, бір заманда. Біздер де ертеңгі әтір болашақта сіздер секілді боламыз. Сабыр етіңіздер, біз сіздермен жақын арада қауышамыз деген мағынада дұға бар. Бейтін жана өткен кезде дұғаны айтып өтеміз. Алла күнәларын кешір, мұсылмандардың рахматын алды. Сол Алланың құзырына бауырлар, осы отырған әрқайсымыз ертелі кеш кетеміз. Бірақ Алла Тағала бізге және мүмкіншілік беріпті, таң атты ма, кешке дейін білейік, Алла бізге өмір берді ме, оның біз пайдасын бағалауымыз керек. Жақында ғана бір бауырымыздың араласып жүрген досымыз, ағасы қайтыс болыпты, менен бір жас үлкен екен. Жұмыстан келген, тамағын ішкен, бөлмесіне жатқан, ұйықтаған, жүрек тоқтап қалған. Ауырмаған, сықтамаған. Мен 39-да болса, ол 40-тағы бала ғой. Мен 81-ші жылғы бала екен да. Мен 82-мін. Қараңыз. Жүрек не істеді? Болды, өтті. Жүрек тоқтап қалды. Сосын сондай нәрсе бар. Алла Субханала Тағаланың тағдыры ол солай келеді. Ал мұсылман адам оған дайын жүру керек. Дайын жүру керек деген әрбір амалдарымызды ықыласпен жіберу керек. Ықыласпен. Яғни ықылас деген не? Ықылас деген ғұламалар айтады. Құрандағы аятты келтіреді. Алла Тағала айтады. Жануар, сиыр бар ғой, сиыр, жылқы болсын. Сиырдың, жалпы жануардың дейді, қаны мен қарынның арасында біз сүт шығарамыз сендерге дейді. Яғни сиырдың несі, денесін елесетіндер, оның ішінде үлкен қарны бар. Жеген шөбін бәрі ішінде тұрады. Сол қарнын айтты аятта. Сол қарны мен, жеген асы мен қан, денесінде қан бар оның. Екеуінің ортасында не шығарамыз деді? Аппақ сүт шығарамыз деді. Ғұламалар ықылас деген осылай шығарады. Яғни сенің істеп жатқан амалың ішінде сүт секілді ешнәрсе қосылмаған, таза, ешнәрсе араласып кетпеген, шыққан амалыңды сүт деп айтамыз деген дейді. Сол аятпен ұштастырады. Көрдіңіз ба? Яғни әрбір істеп жатқан амалдарымызда ешқандай бір не араласып кетпесін байқаңыздар. Мәселе бір амал жасалынды, 90% Құдай үшін сауап істеп жатырмын деп істедіңіз, 10% бірдеңе араласты. Не араласты? Рия ма? Біреу айтса екен, көрсе екен, бірдеңе араласты, білмеймін не екен. Енді хадис құдисте келеді, Алла Тағала айтады, мынаны қабыл етпеймін мен дейді. Маған керек емес бұл амалың. Ертең қияметте осыны кім үшін істеген болсын, содан барып сұра деп айтады дейді. Мынаны кім үшін істеді? Маған серік қосылған жерде мен пәкпін деп айтқан Алла Тағала. Яғни 0,1% қосылса, мынау бәрі неге рияға айналып кете береді деген. Бұл 100% ешқандай қоспасыз таза жаңа сүтке ішінесі қосылмады ғой. Сиырды сауды ыдысқа, құрамын қарасаңыз аппақ сүт болып тұрады. Қан жоқ, басқа несі араласпаған. Аятта Алла Тағала соны келтірген да. Демек, ықыласты ғұламалар солай түсіндіреді. Яғни біздің амалымыз сондай болу керек дейді. Тұр, аппақ сүт секілді ешнәрсе қоспаған, араласпаған, соның ішінен шығып осылай кеткен амалды ықылас деп айтамыз дейді. Құрметті бауырлар, бұл ықылас деген өте маңызды мәселе. Ықылас мәселесі. Өйткені ықыласпен орындамаған амал ешқайсысы қабыл болмайды. Істей бер, қандай таудай сауап істеп жатырмын деп ойлап жатсың, істеп жатсың. Оны басқа бір аятта Алла Тағала мынандай мысалын келтіреді. Анау сағым деген нәрсе бар ғой. Білесіздер ме сағым не екен? Мынау күн ыстық болған кезде сахара құмда немесе мынау асфальт жолда бүйтіп алыстан қарасаң су көрінген сияқты бүйтіп тұрады. Соны сағым дейді қазақша. Орысша қалай? Біліп жатсыздар ғой не екен? Қазақшасын біліп алайық соны. Сағым дейді соны қазақша. Сондай қияметте сондай сауаптарды көреді адамдар дейді да барып.
Ана сағымға барған кезде су жоқ қой ол жерде. Су сияқты көрінеді. Оған жақындан кезде ол алыстай береді олардан. Ол арғай кетіп қалған секілді. Су бар ғой деп жүре береді адам. Сөйтіп шөлде өледі екен да сахарада адамдар. Соның мысалын келтіреді де Құран кәрімде Алла Тағала. Яғни амалдар Алла сақтасын. Көрініп тұр, барсаң түк те емес. Яғни ешқандай қабыл болмаған ол Алланың тарапы құзырында. Неге? Ықыласпен орындалмағандықтан дейді. Енді ықылас деген жаңа айтылды, демек риядан аманда болу керек, ешқандай қоспасыз болмау керек. Ол амал адамдардан ұялғандықтан, адамдардан өте бір қорыққандықтан тыйылған амал күнә болып есептелінеді дейді. Адамдар үшін істелінген ол шірік болып есептелінеді. Алла адам үшін істелінген кез келген нәрсе. Ал үшінші мәселе, бірыңғай қоспасыз Алла үшін істеген амалды ықыласты амал екен деп айтады ғұламалар. Анықтамасы осы. Ықылас деген амал. Бұған қатысты Пайғамбар алейхиссалам айтады, кім 40 күн бойы, қараң, бірінші шарты 40 күн оны жалғастырып істеу керек. Кез келген амал істеңіз. 40 күн бойы таң намаздан кейін Құран оқып отыра алмай жүрген адамдар Құран оқыңыз. Ықыласпен оқыңыз бірақ бірінші шарты ол 40 күн арасы үзілмеу керек. Немесе біреу салауатты қойып алды, күніге 5-нен кейін салауат айтады 100 мәрте. Мысалы деп жатырмын. Немесе тағы бір амалды қойып алды. Бірақ 40 күн бойы жалғастырады сол амалын. Үзбейді. Үзіліп қалға болмайды хадис бойынша. 40 күн бойы жалғастырса бір амалды, және екінші шарты оны ықыласпен орындаса дейді. Ықылас деген не? Жаңа айтылғандай 100%, 1000%, миллион пайыз Алла үшін орындау. Адамдар көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, оған қызық емес. Болды. Алла көріп тұр. Мен Алланың разылығына осы амалымды апарғым келеді. Алла разылығы үшін істегім келеді. Болды. Осыны ғана біледі. Адамдарға ұнай ма, ұнамай ма, ол оған қызық емес. Соны ықылас дейді. Расасам соны айтты. Кім бір амалды 40 күн бойы ықыласпен орындайтын болса, екі шарт табылу керек. Бірінші шарт не екен? 40 күн бойы үзілмеу керек ол. Екінші шарты ықыласпен орындалу керек. Ықыласпен, ешқандай риясыз, біреудің айтуы шарт емес, көруі шарт емес. Не болады одан кейін десе, Алла субхана ва тағала сол адамға дейді, 40 күн бойы орындады осы бір амалды ықыласпен, жүрегіне хикмет береді дейді. Хикмет деген не ол? Ол даналық. Яғни Расулаллах басқа хадис айтады, даналық бұл момынның жоғалтқан бір нығметі дейді. Оны момын өмір бойы іздеп жүреді оны дейді. Яғни даналықты адам тапқан кезде екінші даналыққа қарап көздейсің сен. Яғни Алла Тағала оны жасырып қойған екен. Біз жоғалтып алған екенбіз, біз соны білім арқылы тақуалықпен іздеген кезде бізге табыла береді екен. Хикмет деген нәрсе. Ал Алла Тағала Құран кәрімде айтады, кімге хикмет берілген болса, ол адамға көптеген жақсылық берілген екен дейді. Хикмет деген не ол қазақша? Даналық. Жүрегіңізге Алла субхана ва тағала сондай бір даналықты беріп қояды. Елдің бәрі бір нәрсені айтып жатыр, сен бір өзің бір нәрсе айтып тұрасың. Соңында сенікі дұрыс болып шығады. Хикмет деген сол. Сол жүрегіндегі хикметті Расулаллах айтады, оның кейін тілінен көріне бастайды дейді. Сөзіңізде, кәдімгі сол жүрегіңіздегі хикмет тілінен шығып көріне бастайды дейді. Бұны кім айтты? Бұны Пайғамбар алейхиссалам айтты. Енді қараңыздар, кеше Рамазанда ораза ұстадыңыздар ма? Жоқ, пандемия деп ұстамадыңдар ма? Онлайн ғой қазір деп, ұстадыңыздар ма? Қабыл болсын. Мен күмәнданып тұрған жоқпын ұстағандарыңызға. Ақталмасаңыздар, неге ақталасыздар? Уверен отыра беріңдер. Мен ұстадым, не болды деп. Ақталмастар, ұсталдым, Аллахума солли аля Мухаммад. Орысшалар қайда? Орысша қалай жәке? Искренность деп отырған. Жанболат имам айтты. Орысша искренность деген. Кейде мен кісілер айтады да, орысшаңыз сәл нелеу екен дейді. Акцент бар екен. Мен айтам, мен акцентпен сөйлегенме ұялмаймын деймін. Бірақ қазақша акцентпен сөйлесу бізге ұят болады деймін. Яғни өзіміздің тілімізде акцентпен сөйлеу не емес ол? Яғни ұят емес. Басқа тілде акцентпен сөйлеуіміз ұят емес. Бірақ ана тілінде сөйлей алмауым ұят болады. Кавказда бауырларымызды ешқайсысы бұл таза былай сөйлемейді олар. Түрін көрмесінде дауысын естісең, мына точно Дагестан ба, Шешен ба деп тұрасың. Акцентпен танып қоясың. Дұрыс дейді, олар сөйлейді. Бірақ өзінің тілінен бәрі ерекшеліп акцентпен сөйлейді. Дұрыс деп жатыр олар. Қайтадан темаға оралайық, бауырлар. Ықылас деген мәселеде тұрмыз, бауырлар. Ықылас деген бұл өте маңызды екен.
Рамазанда неше күн ораза ұстадық биыл? 30 күн ұстадық. Қабыл болсын. Енді мынандай сұрақ бар. Неге 30 күн деген сұрақ бар? Ғұламалар осыны талқылайды. Неге 30 күн? Жауабы Алланың қалауы сол болды. Ай көрінген кезде оразаны бастаймыз, ай көрінген кезде тоқтатып айт намазын оқимыз, хадис бойынша. Сол 30 күн. Кейін мамандар соны зерттеп жатыр. Сөйтсе, адам бір нәрсеге орнығу үшін оған 30 күн керек екен. Яғни кім салмақ тастай алмайды қазір? Салмағы шығып кеткендер бар ма? Қарны шығып, турникке тартына алмайтындар, жүгіре алмайтындар. Бар ма араларыңызда? Бар ма? Енді сіз 30 күн бойы ақырында бір жаттығу жасау керек сізге. Оны мамандармен кеңесіңіз, спорт мамандарымен. Соны аздап, бірақ күніге істеу керек сізге. Соны 30 күнге толтырған кезде, иншалла деп айтайын, иншалла, сіз кәдімгідей турникке тартынатын боласыз. Неге десе, өйткені Алла Тағала біздің дене бітімімізді солай жаратқан екен. Мына организм, мына 30 күн бойы бір нәрсені қайталай берген кезде адам денесі соған орнығады екен. Оны қазақ тілімен айтқан кезде 3 күнде көрге де үйренесің дейді ғой. 3 күнде қабірге үйренесің дейді біреулер. Әрине оны тіке мағынасында қабылдауға болмайды. Оның астарлы мағынасы, яғни бір нәрсені қайталай берсең, адам үйренеді деген мағына. Хадисте не деп айтты Расулаллах? Демек, бір нәрсені ықыласпен істей берген кезде, о 40 күнге толтырсаң деді, Алла Тағала сен жүрегіңді хикметпен толтырып қояды дейді. Сол хикмет кейін тіліңе шыға бастайды. Аузыңыздан дуалы сөз шығады. Ғибратты сөз айта аласыз. Яғни бала шағаңызға дұрыс тәрбие бере аласыз. Қоғамда адамдарға дұрыс нұсқау айта аласыз. Бірақ жаңа екі шарт орындалу керек екен. Соның ішінде бізге керегі үлкен ол ықыласпен істелінген болса дейді. Рамазанда 30 күн бойы Алла Субхану ва Тағалаға сансыз мақтаулар болсын, біз нәпсімізді тәрбиелеуге бізге үйретіп берді. Яғни 30 күн бойы тарауыққа келдіңіздер ме, келмедіңіздер ме? Біреу дейді, біреу бүйтеді. Келген деді де, келмеген де Алла рахметіне алсын баршасын. Сол енді 30 күн бойы нәпсі үйренген адам құптан намазға ойланбай келеді енді. Өткен тарауықта кемінде 1 сағат, 1,5 сағат тарауық оқисыз. Яғни соны 30 күн бойы сөйтіп оқып жүрген кезде нәпсі болды, сынып үйреніп қалды ол. Ол өзі бара беретін болып қалды уже. Басында қиналатын еді. Бармай қойшы, ұзақ оқиды екен, үйде оқи берсек те болмайды ма деп былай болатын. Ешесе қарамай, жоқ, қаридың артында тұрып Құран тыңдаймын мен деп сонымен алысып, оны 30 күнге созған кезде нәпсі де үйренеді дейді сол нәрсеге. Қараңыздар. Міне 30 күн бойы нәпсімізді тәрбиелегеннен кейін, енді Рамазаннан кейін де иншалла басқа күндерде сол нәпсімізді Рамазанды еске алып жүруге жақсы дейді ғұламалар. Бауырлар, демек ықылас деген бұл өте маңызды екен. Алла Субхану ва Тағаланың алдында амалдар қабыл болу үшін ол ең үлкен шарты сол екен, рукуны дейді, ішіндегі ең маңыздысы ықыласпен болу керек дейді. Ықыласпен болсын. Расулаллах айтады, мына үмбеттің ішінде Алла Субхану ва Тағала мынандай 4 топтағы адамдарға сөзсіз көмектесіп тұрады дейді. Яғни Алланың нұсраты, көмегі осы үмбеттің ішінде, Мұхаммади үмбеттің ішінде сөзсіз келіп тұрады дейді. Я Расулаллах, кім ол десек? Біріншісі дуафауха. Осы үмбеттің ішінде әлсіз адамдар бар. Әлсіз деген ол қария кісілер бар. Әлсіз ол денсаулығы жоқ адамдар бар. Әлсіз ол күйеуі қайтыс болған жесір әйел кісілер бар. Әлсіз ол жетім. Яғни әлсіз деген ол ауқымды сөз, оның ішінде көп адамдар бар. Соларға Алла Тағала сөзсіз көмектесіп тұрады дейді. Яғни сен көмектеспей ақ қой. Бірақ сөзсіз Алла Раббил Аламин оларды өзі несіне алады дейді, қамқорына. Сен уайымдамай ақ олар дейді. Алла Субхану Тағала сөзсіз ол қауымға көмектесіп тұрады дейді. Бірінші топтағы адамдар. Екінші топтағы осы үмбеттің ішіндегі Алла Субхану Тағала көмектесіп тұратын ықыласты пенделеріне дейді. Яғни кім ықыласпен жүр өмірде? Жұмысқа ықыласпен барады. Бастығы көруі шарт емес. Келдің кеттің деп журналға қою да шарт емес. Камераға түсіріп жатыр ма, түсірмей жатыр ма, оған қызық емес. Ол алып жатқан жалақысын халалдап алайын ақшамды. 009-да жұмыста болуым керекпін деп ол өзіне қойып алған. 6-ға шейін оның хаққысы. Мен жұмыс жасауым керек. Өйткені маған соған жалақы төлеп жатыр. Деп өзін Алла Тағаланы көріп тұрғанын біледі. Сөйтіп сол берген тапсырманы қалай орындайды ол адам? Ықыласпен орындап жүреді. Қараңыз. Сол ықыласпен жүрген пендеге Алла Субхану ва Тағала сөзсіз көмектесіп тұрады дейді.
Яғни ол не істесе де бола береді оған. Не айтса да иншалла айтқаны бола береді. Неге? Оның несі тіке спонсоры, қолдаушысы, жақтаушысы, қамқоршысы кім? Алла субханала тағала дейді. Яғни Алланың қамқорына болғымыз келеді бәршамыз. Ол үшін жаңағы бірақ нәрсе ықыласты болсаң бол сен. Үшінші топта адамдар бар дейді. Әрдайым дұға мінәжатта жүрген адамдардың Алла тағала оларға сөзсіз көмектесіп тұрады дейді. Дұғада жүру керек бауырлар. Неде жүруіміз керек? Дұға. Тіпті пәтеңкең бауы үзіліп қалса да Алладан сұраңдар деген хадис бар. Үйіңде тұз бітіп қалса да сұраңдар Алладан. Я Раббым, үйде тұз бітіп қалыпты. Бізге нығметіңді жеткізші деп әр нәрсені Алладан сұрау керек. Әрдайым дұғада, әрдайым не болса да Алладан сұрай беретін адамға дейді Алла тағала, Расул саллаллаху алейхи айтады, сөзсіз көмегі келіп тұрады дейді. Бала дұғада болайық, дұғада. Жалпы өзімізге ғана емес, дұға ата-бабаларымызға айтайық, туысқандарымызға айтайық, жаңа көз көрген ағаларымызға, аталарымыз, бауырларымыз, өмірден кеткен кісілерге, ұстаздарға дұға қылайық. Өйткені біздің дұғамыз сол марқұмдардың қабіріне барады дейді. Кітапта солай келеді. Дұға дейді, бұл нұр болып тұрады дейді. Және сол дұға нұрды сол табаққа салған күйінде, табақ секілді деп келеді. Мәлайкалар, періштелер сол қабір иесіне алып барады дейді сол нәрсені. Ол қабірдің ішіне ол дұға келген кезде бұл қараңғы үңгір бар ғой, пешері. Сол таудың ішіндегі үңгірге бір жері тесілген кезде сырттан жарық кіреді ғой, сәуле. Сол сияқты дұғаны сөйтіп алып кіреді деп келеді. Және ол марқұмға айтады екен, мынау пәленше деген балаңнан келді, мынау досыңнан келді, мынау көршіңнен келді, мынау шәкіртіңнен келді деген секілді, ана марқұмның рухы шат болып риза болады дейді. Сондай адаммен дос болғаным қандай жақсы болды, субханалла. Мен еске алып жатыр екен. Қандай жақсы болды, рахмет, риза болады дейді. Яғни тірі кезінде ауырып қалған науқасқа тамақ алып барған кезде қуанады ғой. Өзіңді көрмесе де, ана неден беріп жібересің, атыңды жазып, пәленше палатада осындай адам бар. Сенің атына барған кезде ана адам риза болады ғой. Ой, рахмет сол көршіме, досыма рахмет. Бала шағаның қызығын көрсін. Ана марқұм да сондай мағынада қуанады дейді. Қараңызшы. Сол марқұмға дұға қылайық, бауырлар. Мәйіттерімізге дұға қылайық. Және тірілерге дұға қылайық. Тірілер бүткіл әлемдегі мұсылмандарға дұға қылайық. Кешегі Ақса мешіт Құдыстағы ана кәпірлердің істегендері, ол бізге істеген қиянат деп біліңіздер. Яғни ол Палестинадағы палестиндіктер емес, ол біздің бауырларымыз. Расулullah айтқан, мұсылмандар бір дене секілдісіңдер деген. Мына дененің басы арабтар болса, бір қолы біз, екінші қолы түріктер, үшінші аяғы тағы бір мынаяқтағы бір мұсылман бауырым. Яғни дене мүшелеріміз бар ғой. Дене мүшелерінің бір жері ауырған кезде деген Расулullah басқа мүшелер ұйықтамастан таңда аттырады дейді. Яғни біздің қазір балтырымызды сыздатып жатыр аналар. Оларға Алла Тағала жетелі. Енді қолымызда не келеді? Біздің қолымызда ең үлкен келетін қаруымыз Расулullah айтқан дұғамыз бауырлар. Парыз намаз деген күнге дұға қылайықшы иншалла. Алла оларға жетелі, Алла оларға жетелі. Яғни кім бәле іздесе, бәлен Алла ол жеткізіп береді оларға. Субханалла. Бірақ аяқта мұсылман бауырларымызға сондай кәпірлер зиян беріп жатқан кезде үндемей қарнымыз тойып жүруі біз уайымдамасақ, біліңіз, сізде бір дерт бар онда. Қалай ойлайсыз? Туған бауырыңды біреулер азаптап жатыр ар жақта. Бауырың сенің бір әкеден туылған бауырың бар да. Соны бір жерде біреулер азаптап жатса, сен соның несін көрдің, видеосын. Қалай ойлайсыз? Үйде қымыз ішіп, ет жеп отыра аласыз ба? Қалай болады? Қан құстым деген сөздер бар ғой, иә? Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдым деген сөз бар. Демек, Палестинада бауырларда бізге сондай бауырлар. Бауыр. Міне өткені малазиялық бауырларымызға риза болдым, енді Алла разы болсын. Кока-кола бар ғой? Сол Кока-коланың кәдімгідей упаковкасымен лақтырып жатыр солар. Біз олардың шығарған өнімдерін бәрін отказ береміз дейді. Өткені олар дейді, біздің ақшамызды, мұсылман бауырларымызды азаптап жатыр ар жақта дейді. Сөйтіп саудасын бізге жүргізіп жатыр дейді. Енді Кока-кола ішпей қоймаңдар, іше беріңдер. Бұл жерге айтып келген ұстанымдарына риза болып тұрмын да аналардың. Қайтып сол нәрсені істеді. Кәдімгідей неге шығып,
бүткіл халық болып, субханалла, ана жақтағы бауырларыма тиіспеңдер. Оған тиіскен, маған тиіскенін деп, тіпті соны мәселені айтты. Енді біз шеруге шықпай қойайық, оған шығуға ешкімге айтып жатқаным жоқ. Бірақ дұғамызды айтып жүрейік. Дұға. Сол дұғаны айтса, Расулаллах айтқандай, Алла сенің көмегіңде болады дейді әрдайым. Я Алла, мұсылмандарға нұсрат бер. Я Алла Тағала өзің елімізді дін исламмен әзиз ет. Я Алла Тағала ұрпақтарымызды өзінің сиратул мұстақим тура жолында жүруін нәсіп ет. Ата-бабаларымыздың күнәсін. Енді дұғаның түрі көп бауырлар. Дұғаның түрі көп. Ал хадисте келеді, адам өзіне дұға сұрай берсе, дұғасы қабыл болмаса дейді. Кейде дұғамыз қабыл болады, кейде қабыл болмаған шарттар бар ғой, ақиретке қабыл мүмкін деген. Немесе ол келатқан бәленің несін қайтарады дұға дейді, үш түрлі дәрежесі бар ғой дұғаның. Ал бауырыңа істеген дұға сөзі қабыл болады дейді Расулаллах айтады. Я Алла, я Раббым деп қолыңды көтеріп бауырыңа жасап жатсың ба? Сөзсіз дұғаң қабыл болады дейді. Және екі періште келіп, не істейді екен? Саған да сондай болса дейді екен. Бір жігіт дұға қылады екен. Я Алла, мен досыма екі қатын нәсіп етші. Я Алла, досым пәленше алғысы келіп екі қатын алсыншы деп дұға қылады екен. Оны бәйбішесі естіп қойыпты. Келсе бірден қолына бір ұрып бұзып жібереді екен. Айтпа ондай дұға деп. Мен өзіме сұрап жатқан жоқпын. Мен ана досыма сұрап жатырмын. Нең бар менде? Десе, жоқ, мен хадис білмейді деп ойлайсың ба не? Пайғамбар сізге айтқан ғой. Кім дұға қылса, оған періште амин, саған да сондай болсын деп тұрады. Айтпа ондай деп айтады дейді. Әйел де машалла білдім деген да. Ана түсініп қойған ғой, қалай дұға қылып жүргенін. Өз бауырлар, дұға қылып жүрген адамға Расулаллах айтады, Алла Тағала әрдайым нұсратын беріп тұрады дейді, көмектесіп тұрады дейді. Одан кейін төртінші сипаттағы адам дейді, Алла Тағала әрдайым көмек келіп тұратын намазына мықты болған адамдарға дейді. Яғни уайым қайғысы намаз. Яғни өмір намазға тура болады. Намаз. Мынаны жұмысты бітіре берейін, намаз уақыт жақындап қалған кезде екеуі мынау жағаласып қалмасын намазыма деп, сол намазды бірінші орынға қойып алады да. Намазды оқып болғанша екінші намазын ойым деп тұрады. Бесінде оқыдым, асыр намазға бітіріп алайын, асыр намазын оқуым керек. Сондай намазға болымыз нәсіп етсін баршамызға бауырлар. Соның намазын уайымдап жүрген адамға Алла Тағаланың сөзсіз нұсраты, яғни көмегі тоқтамай келіп тұрады дейді. Бауырлар, Алла Тағаланың көмегіне мұқтажбыз бәріміз. Алланың көмегі келді, бітті, сен проблемаң бәрі шешіледі. Болды. Яғни Алла Тағаланың көмегімен әлем қазір қозғалып тұр. Алланың көмегімен біз қазір демалып жатырмыз. Алланың көмегімен мешітке келдік. Алланың көмегісіз ешқандай нәрсе қозғала алмай қалады. Алланың көмегісіз еш нәрсе болмайды. Түсінесіз ба? Мына осының ішіндегі келегі жер жаңа айтқандай бауырлар, ықылас деген амал екен бізге. Әрбір амалымызды бауырлар ықыласпен орындайық. Яғни оның санын істейік әрине, бірақ сапасына қаттырақ мән беру одан да маңызды дейді. Сапасы. Бір адам түнімен намаз оқуы мүмкін, түнімен. Бірақ қиял басқа жақта, ықылассыз орындап жатыр. Бір адам тұрады дейді, 2 ракат намаз оқиды. Қайтадан жатып ұйықтайды дейді. Бірақ 2 ракат намаз оқыған адам ықыласпен оқыды дейді. Кәдімгі хошоқ деген Алланы көріп тұрғандай, әрине Алланы көре алмаймыз, Алла бізді көріп тұрғанын сезінеміз. Бүткілден бәрін сөндіреміз, мына әлемнен шығамыз. Алланың құзырында тұрғаныңды сезінесің. Сөйтіп, әрбір айтқан аяттарыңызды не істейсіз? Сезініп оқисыз. Ол қалай болады? Ол былай болады. Намаз бауырлар. Ғұламалар айтады, намазды әдетке айналдырмаңдар дейді. Намазды құлшылыққа айналдырады деген. Адамдар әдетінде спортпен айналысатындар, әдетінде аптасында 3 мәрте барып, залға барып жүгіруі мүмкін. Әдеті оның. 3 мәрте футболға барып доп тебуі мүмкін, атқа мінуі мүмкін. Әдет ол. Сол сияқты 5 мезгіл намаз неге айналып қалмасын дейді? Әдет, қой құптанды оқып алайын. Қалай оқиын деп жатсың? Ықыласпен ба, жоқ әдетімен оқиын деп жатсың ба? Соны мамандар ескертіп жатыр. Намазды әдетке айналдырмаңдар дейді. Сенің әдетің болып қалмасын ол. Таң намазды оқу, 5-ді оқу, құптанды оқу әдет болмасын ол. Ол неге айналсын? Ол құлшылыққа айналсын дейді. Яғни намаз әдетке емес, намазды құлшылыққа айналдырыңдар дейді. Құлшылыққа қалай айналдырамыз дейді? Құлшылыққа былай айналдырамыз. Әрбір айтып жатқан сөздерімізді мән беріңіздер. Аллах үшін қазіргі күнде қазақша нұсқалары бәрі, анау аузубиллядан басса, бисмиллядан басса бәрінің аудармалары бар. Аудармалары бар. Сол аудармасының өзінде намазды былай түсініңдер дейді.
Бұл Алла Субхана ва Тааламен диалог. Яғни Алла Тағаламен байланысу деп қабылдайсыз. Такбир тахрим, білесіздер, намазда парыз ғой. Такбир тахрим. Сыртында 6 шарт бар, ішінде 6 рукун бар. 6 рукун. Сол рукунның несі? Аллаху акбар дейміз ғой. Қолды көтеру сүннет енді, құлақтың үстіне дейін. Бірақ Аллаху акбарды айту парыз. Яғни Аллаху акбарды айтпастан деп намаз оқысаң, намаз дұрыс па, дұрыс емес пе? Намаз дұрыс емес. Сен қолыңды бүйтіп атқаның, бұл парыз емес. Бұл сүннетті орындап атсың сені. Мына қашын көтердің, кіндікке байлауың, бұл сүннет амалы. Расулаллах істегенде істеймін деген амалың жақсы ол. Бірақ парыз қай не бұл жерде? Аллаху акбар деп айту. Мағынасы не оның? Алла ұлы. Такбир тахрим деген мағынасы, мен намазға кірдім, мына дүние мен үшін харам болды деген сөз. Бұл телефонмен сөйлесу харам мен үшін, ешкіммен сөйлеспеймін, ешкіммен жауап бермеймін, тамақ ішпеймін, су ішпеймін. Мен Раббыммен байланысамын. Осы уақытты Алла маған нәсіп етті деп такбир тахрим жасап боласың өзіңе. Яғни мына дүниені өзіңе харамда боласың. Қашан намаз аяқталғанға шейін дүние сен үшін харам болады. Соны такбир тахрим деп айтады. Кейін аузу биллахи минаш шайтанир ражим айтасың. Аллаху акбар дегеннен кейін, Алла, соның сен лағнетіңе ұшыраған, қуылып кеткен шайтаннан, азғыруынан мен сақташы Алла. Мен сенімен байланысқан кезде мен ойым бұзылмасын. Ана көлігімді есіме салып, ананы бір есіме салып, саудамды есіме салып, мені азғырмасын. Алла, мені алып тасташы сол нәрсені деген сөз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген сөз мағынасы сондай. Кейін бисмиллахи рахманир рахим. Мейірімді, рахымды болған Алла сенің атыңмен бастаймын. Міне. Намаз осылай бастап жатсыз. Әрмен қарай, субхана ва бихамдик дұғаларын айтқанның бәрі Алланы ұлықтап, кемшіліктен пәк дейсіз. Сөйтіп, Фатиха сүресі басталады, Фатиха сүресі. Фатиха сүресінің Ихдина сиротал мустақим деген жеріне дейін Алла Тағаланы ұлықтау сөздер айтылады. Альхамдулиллахи раббил аламин деген кезде Алла Тағала періштелеріне мақтанады екен. Қара, мен пендем, мені ұлықтап жатыр. Мағынасы не? Альхамдулиллахи раббил аламиннің бүткіл әлемдерін жаратқан, жаратушы болған Аллаға мақтау болсын. Ар-Рахман Рахим, ол мейірімді, рахымды ол. Алланы мақтап жатырмыз әлі. Алла Тағала және айтады екен, пенде мені ұлықтап жатыр. Малики яумиддин, қиямет күнінің патшасы. Пенде мені дәріптеп жатыр. Не керек? Сұрағыңды берем деп Алла айтып жатыр. Ияка набуду ва ияка настаин. Алла, біз саған ғана құлшылық етеміз, сенен ғана жәрдем сұраймын мен. Алла өші айтады екен, сұра, не керек саған? Енді біз сұрайды екенбіз. Не сұраймыз енді? Не сұраймыз? Ихдина сиротал мустақим. Міне сұрау енді басталды. Қараңыз. Яғни осыған дейінгі сөздер Алланы ұлықтап келдік біз. Ол мейірімді, ол рахымды, біз саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем сұраймын, Алла, деп Алланы ұлықтап келдік. Алла субхана ва тағала осыған дейін періштелерге бізбен мақтанады екен. Қараңдар, міне пенде мені көрген жоқ әлі. Ғайыпқа иман келтіріп, кейін сұра деген кезде біз сұрайды екенбіз енді. Не сұраймыз? Ихдина сиротал мустақим. Мағынасы, Алла Тағала, мені өзің тура деп тапқан, өзің тура жолына салушы. Қандай жол? Сиротал лазина ан'амта алейхим. Сенің нығметіңе бөленген адамдар бар. Алдында болған, қазірде бар, ертеңде болады. Сен сол нығметіңе, сол тура жолды салып қойған адамдар бар, бақытты. Мен сенен солардың қатарында болуды сұрап жатырмын. Яғни мен де сол группаның ішінде болайыншы. Сол нығметке сен өзің разы болған, олар сенен разы болған адамдар бар. Мен сол топтың ішінде болуымды нәсіп етші деген сөз. Ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Сенің ашуыңа ұшырап, қаһарыңа ұшыраған қауымдардың жолын сұрап атқан жоқпын. Сол кезде Алла субхана тағала пенде сұрағаныңды берем болды деген. Сол кезде біз ішімізде не деп айтамыз? Амин дейміз. Алла, осы бәрі қабыл болсын. Міне ғұламалар айтқан намаз деген осындай көріністе болу керек деген. Яғни Алла субхана тағаламен намаз оқығанымызда кәдімгідей байланыс болады ол жерде. Сіз айтып жатқан сөзіңізді ықыласпен айтыңыз, түсініңіз, не айтып жатқаныңызды, не істеп жатқаныңызды, кімнің алдында тұрғаныңызды және кімге құлшылық қылып жатқанын сезіну керек. Телефон сөндірдің, Аллаху акбар, намазға кіріп кеттің. Ойың қап кетті ана жақта, көшеде ма, ауылда ма, білмеймін қай жақта жүргенін.
кейде сұрақ қояды. Имам дейді, неше ракат оқыған намазымда кейде қателесіп қала беремін дейді. Есімнен шығып кетеді. Бола ма сіздерде сондай? Неге? Өйткені ықыласпен орындап жатқан емес болған кезде сондай болады. Адам бір нәрсені ықыласпен орындаған кезде ондай қателесу, байқамай қалдым, қалай еді деген сұрақ қойылмайды екен. Және қараңыз, құлшылығымды осылай нәсіп етсін иншалла, намаз болсын. Кез келген құлшылықты немен орындау керек? Ықыласпен. Көпшілік жастарды көріп тұрмын, бауырлар, Алла Тағала салихалы қыздарды нәсіп етсін иншалла. Бойдақ болып жүре бермей үйленіңдер ертерек. Мен сөзімен ол Расулаллахның сөзі. Әй, бойдақ жігіттер, үйленіңдер дейді Пайғамбар алейхиссалам. Тым үйленуге шаман келмесе, ораза ұстаңдар деген. Ораза ұстаңдар, сол ораза сендерге шахваттарыңа да қалқан болады дейді. Енді сол үйленгеннен кейін де, бірден шаруаға кірісіп кетпей, жаңағы жастар неке қиылғаннан кейін күлмеңдер, оны түртіп қойыңдар, үлкен әріппен жазып иншалла мен сөйтемін деп. Ықыласпен 2 ракат намаз оқыңдар. Алла, саған шүкірлер болсын, дұға қыласың артынан. Сол кезде артында жұбайың амин деп отырсын. Сіздің аминіне қосылып, соны дауыстап айтсаңдар да болады. Алла, мен шаңырақ көтердім. Алла саған нәсіп етіп, сенің қалауыңмен халалдап жұпты нәсіп еттің. Енді сенен біз бірақ нәрсені сұраймыз, салихалы ұрпақ нәсіп ет. Міне сен соның алдында тұрсың да, міне. Бірден светті өшіріп, мәселеге кірісіп кетпей, түсінесіздер ғой не айтып жатқанымды, да? Яғни ықыласпен дұға жасап алыңдар дейді. Кейін айтатын дұғаларын айтып барып, бисмилля деп мәселеге кірісу керек дейді. Кейін иншалла сол ұрпағын әрдайым дұғасында ықыласпен күту керек дейді. Әрдайым ықыласымен, әрдайым соны дұғасында айтып, Аллаға жалбарынып, садақасын көбірек беріп жүріп, перзент күту керек дейді ол. Адам келе жатқан жақтан, түсінесің ба? Яғни Алла Тағала саған перзентін жіберіп жатыр. Оны ықыласпен күтіп алу керек. Иншалла сол бала дейді, келатқан ұл болсын, қыз бала болсын, иншалла өмірмен берсін. Ол сен ойлағанында, біз ойлағанында хайырлы, салихалы ұрпақ болып келеді өмірге дейді. Неге? Өйткені ықыласпен дәнді екті ғой. Оны диқаншылардың тілімен айтатын болсақ, диқан, 2 диқан бар, егіншілер ғой диқан деген. Екі егінші адам деп айтайықшы. Біреу ықыласпен егін егіп жатыр. Махаббатпен, ықыласымен жерді қарады, бәрін жасап, ұрықтарды тастап, дұғасын айтып, Аллаға жалбарынып, Алла, өзіңе тәуекел етемін. Қолымнан келетін нәрсенің бәрін істеп қойдым, міне, ар жағымен араласа алмаймын. Енді мүлік сенікі, нәтиже сенен болады. Екінші біреу бар, ойында жоқ. Ақшасын төлеп қойған, трактор айдай беріңдер, себе беріңдер, болды, мен хабарласып тұрамын телефондамын. Ықылас жоқ. Екеуінің егінің қайсысы мықты болады десе, мынанікі біріншісінікі дейді. Неге? Ол ықылас көңіл бөлгендіктен дейді. Алла сол көңіл бөлгеніне қарай оған берекет береді дейді. Сол сияқты 2 отбасы құрған 2 жігіт бар. Біреу ықыласпен Алладан шын салихалы ұрпақ сұрап еңбек етіп, жолын жасап жатыр. Екінші біреуі ықылассыз әйтір үлгере алмай қалдым, болып қалды дейтіндер бар. Келіншегім аяғы ауыр болып қалды дейді. Ойламаған едім дейді. Қалай болып қалды ол дейді. Қалай болып қалды? Сен ғой істеген оны. Қалай болып қалды ол? Қазақ айтады ғой, күлге аунап тұрмайды ол. Енді екеуінің 2 түрлі бала өмірге келеді дейді. Мынау ықыласпен келген бала, иншалла ол мықты қари болады дейді. Ол батыр болады дейді. Ол намысты болады дейді. Ол ғалым. Енді сіз ойлаған бүткіл жақсы сипат оның бойында болады дейді. Сол үшін ата-ана ретінде болсаң қатты көңіл бөлуге шақырады мамандар. Бір адамдар бар дейді. Бірнеше баласы бар дейді. Бәрі бірінен өткен, бірі мықты балдар дейді. Неге десе, әр баласын ықыласпен солай егін неккен ғой әкесі. Екінші біреуі бар дейді. Саны бар, сапасы жоқ балдар дейді. Әйтеуір пықтырлап балалар өмірге келе берген, аттарын бірменен қоя берген. Бірақ ішінде айтады ғой, пышаққа салатын біреуі жоқ дейді, Алла сақтасын. Ол әкеге ауыр сөз. Соның бәрі басында не болмағандықтан дейді? Не болмағандықтан? Ықылас болмағандықтан дейді. Енді жарайды, оның бәрі мына өмірімізде қалып кететін нәрсе екен. Бала шағада, дүниеде, егінде, басқасы да. Ақыреттегі амалымыз ше? Ақыретте. Адам өмірден өтсе, туыстары, достары, көршілері, танитын адамдар артында не қалды деп айтады дейді. Бала шағасына айтады, қалды ма бірдеңе? Ал періштелер де жылайды екен.
Адам өмірден өткен кезде періштелер де жылайды екен. Ақыретте не қалды деп жылайды екен. Яғни үлгере алды ма? Әйтеуір бірдеңені істейін деп жүрген еді, жақсы амал ниеті бар еді. Үлгере алды ма, ақыретінде қалды ма бір нәрсе деп періштелер сол үшін жылайды екен. Ал адамдар нені әңгіме қылады? Артында не қалды бала шағасына деп соны уайымдайды екен. Ал періштелер біздің ақыретімізге не қалды соны уайымдайды екен. Субханалла. Бауырлар, бұл ықылас деген сондай нәрсе екен. Оны былай келтіреді. Бір қазанға жаңадан сойылған қойдың етін салдың, сарымсақ салдың, бәрін жаңадан свежий дейміз ғой орысша. Бәрін салдың, әдемі болды бәрі. Ішінде тұз жоқ. Тұз жоқ. Жей аласың ба сол тамақ дейді. Немесе біреуге жегізе аласың ба дейді. Ешкім жемейді оны. Тұз жоқ дейді. Тұз сол ықылас деген сол дейді. Яғни амалың жасалып жатыр. Бірақ ол тәтті, дәмді, былай өтімді товар болу үшін оның тұзы болу керек. Оның виді болу керек. Оның бәрін кіргізетін не екен ол? Ол ықылас деген нәрсе дейді. Ықылас, бауырлар. Міне сол ықыласты болып жүрген кезде шайтан да азғыра алмайды екен бізді. Құранда Алланың уәдесі бұл. Алла Тағалаға шайтан уәде берді. Алла, мен сенің мақтап тұрған адамның себепті осындайға жеттім. Ол кінәні өзіне іздеп жатқан жоқ. Ол адамды кінәлап тұр. Яғни Аллаға сөзге келіп қалдым, сәжде қыл дегендіктен қылмағандықтан осындай режим болдым ғой деп тұрған жоқ ол. Кінәні кімнен көріп жатыр? Адамнан көрген. Сенің адамдарыңды деген маған уақыт бер, мен осы адамдардың ұрпағымен қосып, үрім бұтағымен біреуін қалдырмай тозаққа алып барамын, саған уәде беремін деген Аллаға. Маған уақыт берсең болды деген. Шайтан же. Сөзі Алла Тағала айтады, саған қияметке үшін уақыт берілді, білгеніңді қыл дейді. Бірақ Алла Тағала басқа аятта айтады, бірақ сол пенделердің ішінде ықыласты пенделерің бар, сен олай ала алмайсың деді. Мен ескертейін деді. Яғни ықыласты пенделерді шайтан не істей алмайды екен? Азғыра алмайды екен. Азғыра алмайды. Енді ықылас деген жаңа түсіндік, демек 100%, 1000%, миллион пайыз кім үшін істелінеді бола ма? Алла үшін істелінеді болды. Алла үшін. Енді Алла үшін дедіңіз ба? Алла үшін қонақ шақырыңыз, Алла үшін қонаққа барыңыз, Алла үшін көмектесіңіз, немесе Алла үшін тағы бір нәрсе істеңіз, білмеймін не нәрсе істеу керек. Бірақ жақсы амал істеу керек. Бірақ сол жақсы амалдың басында не тұру керек? Ықыласпен басталу керек. Ол ықыласты сол әуелде ниет етіп алу керек, ниет. Ниет. Сол ниетпен болған кезде ол жақсы болады. Мысалы айтатын болса, бауырларымызға Алла разы болсын, ұйымдастырып, билетімді алып шақырды мені. Мен таңертең үйден шыққан кезде ниет етіп шықтым, Алла, қарағанда бауырларым сен разы болсын, жақсы көремін, сағындым, қарағандым, барғым келеді. Сен үшін барам дедім. Мен осы амалымды қабыл ет. Бауырларымыздан өзің разы болды. Дұғап келдім ғой. Және өзіме осы нәрсені айтып жатырмын да, Қарағандыдағы бауырларым енді мен аэропорттан күтіп алмаса да, мен таксим болса да келетем осы Алмашаняға. Бірақ мен кейін жігіттерге звондап, сендердің шақырғандарың түрің осы ма? Біреуін күтіп алмадыңдар ғой. Ондай бола ма енді? Адам құсап шақырған соң күтіп алмайсыңдар ма? Деп ренжісем, шариғат білмей айтып жатырмын сіздерге. Онда мен ықыласпен емес дейді. Яғни мен Алла үшін емес. Мен қараған жамағат үшін келген боламын онда. Яғни бұл кісі мен көңілдегідей мені күте алмаса, көңілдегідей бір нәрсені жасай алмаса, кейін мен соған ренжіп қалсам, бүртейіп, көңілдегідей болмай, жарайды, болды, осымен кеттім, ренжімей, бұдан кейін байланыспаңдар енді. Десем, онда ол кім үшін емес дейді? Алла үшін емес дейді. Алла үшін емес дейді. Түсініп алдың ба? Яғни бірінші ниет жасап алу керек. Енді бауырлар, ықылас туралы имамдарға Алла разы болсын, ол әрдайым айтылады, айтылып та келе жатыр. Ол нәрсе өзіме де айтқан мәселе бұның бәрі. Мен түсінгенім күніге таңертең, таң намаздан кейін күніміздің басы басталады ғой. Осы ықылас деген нәрсені қойып қою керек екенбіз. Күнделікті. Таңертең көзіңді шақырып оянды, дәрет алып намазыңды оқып алдың ғой. Енді жұмысқа дайындаласың ғой, жұмысқа шығу керек. Алла, бүгінгі күнімді, Алла, мен сен үшін жұмысқа барамын. Сен үшін уәделескен жеріме барамын. Сен үшін мен сапарға шығамын. Алла, сен үшін кім не істейін деп жатыр бір күнімізде? Мен түсінгенім сол күнделікті қойып отырмасақ, бауырлар, біз ұмытады екенбіз. Яғни өйткені біз Алла Тағала Құран кәрімде я аюханнас осындай сөздер көп қайталайды. Ай ұмытушы пендем, ай ұмытушы деп Алла бізге осындай мәміле қылып жатыр. Біз ұмытады екенбіз.
Яғни ықыласты қазір тыңдап отырмыз ғой. Қазір осыны күніге таң намаздан кейін қойып алмасақ өзімізге, күнделікті. Онда ықылас кеткен кезде біліңіз, күні бойы салпақтаған жай уақытың өте береді сен. Амалдар кетіп жатыр бірінен кейін бірі. Өндірісті өндіріп жатсың, завод шығарып жатсың. Бірақ ол өндіріс анаяққа қабылданып жатыр ма, қабылданбай жатыр ма, әңгіме сол жерде. Сен оның форасын жіберіп жатсың. Кетіп жатыр менен, я Алла қабыл ет. Әңгіме анаяқта ол аман есен өтіп жатыр ма неден? Кәдімгі складқа барып тіркеліп, сенің атынан бәрі толтырылып, ой, пәленшеден келді, осынша объем келіп жатыр, қабылданып жатыр, машалла. Онда ол жақсы. Қабылданмайсыз ше. Онда қорқынышты ғой. Алла сақтасын. Біз ойлап жатырмыз, мен бәрі үйіп-төйіп жіберіп жатырмын. Анаяққа барсаң, ешқайсысы қабылданбағанда, бәрі мусор болып тұр ана жерде. Ойлайсыз? Мусор бәрі. А оны ғұламалар былай түсіндіреді. Бір мешок картошканың ішінде бір шіріген картошка түсіп кетсе дейді. Не болады дейді? Бәрін шіртеді дейді. Не өзің жей алмайсың, не біреуге сата алмайсың, мусорға лақтырасың бәрін дейді. Жақсы амалдың ішінде де сондай ықылассыз, яғни рия қосылып кеткен кезде ол бәрін басын жұлып кетеді дейді. Яғни қасықтап жинаған сауабыңды шелектеп төгесің. Неге қабыл болмай жатыр? Ішіндегі ең өзекті шарт табылмай жатыр. Оның ішінде не жоқ? Ықылас жоқ. Анау ұят болады, досым ертең не айтады, қой барып қайтайын, көмектесіп қайтайын, ол да маған көмектескен ғой, десе ол Алла үшін емес онда. Досың үшін болып жатыр. Біреуге бару керек, яғни соны ажыратып алуымыз керек екен да. Бауырлар, бұл жерде бару керек, келу керек, ол нәрсе өз алдына. Бірақ оның басында ең маңызды не тұру керек екен, бауырлар? Не тұру керек? Ықылас тұру керек. Сол ықылас бауырлар бізді ұстап қалады екен, түсінесіз ба? Өйткені біз ықыласпен орындамасақ, пендеміз ғой бәріміз. Кейін ол да соның ертең қарын тамасын істей алмай қалған кезде сен ренжисің. Баяғыда мен саған көмектескен едім, сен көмектеспей жатсың. Десең, біл сенікі Алла үшін болмаған алда. Ол ықыласпен емес. Ол сол қараған басыңның бір пайдаң үшін соған көмектескесің сен. Содан бірдеңе күткесің ғой сен, значит. Кейін ол бір уақыт келген кезде шықты. Сенің ниетің аузыңа айтып жатсың. Сен неге көмектеспей жатсың деп. Ал ықылас деген нәрсе, ондай нәрсе бәрін сізді ажыратып отырады. Сен өйтіп айтпа, ойыңа да алма. Сауабыңды ұмытып кет дейді, күнәні ұмытпа дейді. Неге күнәні ұмытпа? Не үшін десе, ғұламалар айтады, өйткені адам күнәні ұмытпаса, сол екінші күнә істемеуге осы сол күнә ұстап тұра береді екен де, жақсы екен. Адам күнәні ұмытқан кезде, қайттан күнә істемеген сияқты өзінің періште сезініп қаласың да, тағы күнә істей саласың. Алла кешіреді ғой деп. Онда ұмытып кетесің. Тағы да үшінші күнә істейсің. Осылай. Ал бір күнә істегеніңді ұстап алып, ешқашан ұмытпай, әрдайым ойлап жүрсең, біреудің тұмсығын жақсылап бұзғансың ғой басында. Алла, сол күнәм бар менің. Алла мені кешір, білмей қалғам мен. Екінші ешкімге қол көтермеймін мен. Деп сол әрдайым сол ойлап тұрасың да, сол күнәңді есіңнен шығармасаң. Ал сауапты не істеу керек дейді? Сауапты ұмытып кету керек дейді. Бірақ шайтанның керісінше алып келеді. Сауапты ұмыттырмайды. Сен анаған көмектескенсің, анаған бергенің бар, анаған алғаның бар, бәрін тізіп отырады. Ал күнәні не ұмыттырып жібереді? Алла кешірген, бәрін уайымдама дейді. Кеше Рамазанда бәрі таза болды дейді. Уайымдама дейді. Ал күнәні адам ұмытқан кезде міндетті түрде күнәға ұрынады уже. Өзін сөйтіп сезініп қалады. Мен ешнәрсе істемегенмін деп ойлап қалады. Бірақ архивімді қарасаң, күнә толады, жетеді сенде. Көрдіңіз ба? Соны ықылас деген нәрсе, соны басында тұрса, сол нәрсенің бәрін орындатады дейді. Сауабыңды қайтам айтпа, міндет қылма, ешкімге жариялама, күнәңді ұмытпа бірақ. Сен пендесің. Сен ешқашан есіңнен шығарма. Сен тәкаппарланба. Өзінен үлкенді көрген кезде ғұламалар айтады, сен сияқты білім болмаса, сен сияқты табыр амалдар болмаса да, оған тәкаппарланба дейді. Неге десе, ол адамның саған қарағанда құлшылығы көп дейді. Саған қарағанда көп жұма намазға келген, саған қарағанда көбірек намазы бар, саған қарағанда көбірек оразасы бар дейді. Өзіңнен кіші адамға да тәкаппарланып оған мінезіңді көрсетпе дейді. Ол өзіңнен кіші адамды көрген кезде оған да ізетпен мәміле қыл дейді. Сөйтіп өзіңнің нәпсіңе айт дейді. Мынау адам, мына кішкентай менен жасы, маған қарағанда күнәсі аз деп айт дейді. Жасы аз ғой саған қарағанда. Яғни өмір жасы саған қарағанда аз болғанда, демек күнәсі аз деген сөз шықты дейді. Үлкен адам көрген кезде маған қарағанда несі көп адамның сауабы көп қой. Оның қазақ тілінде айтқан кезде бір нәски саған қарағанда артық тоздырған деп баяғы ағаларымыздың сөздері болады.
братандарымыздың. Неше саған қарағанда бір нәсілге артық тоздырғанмын ғой деп айтатын да. Яғни саған жасым үлкен ғой, әйтеуір бір көбірек өмірді көрген деген мағынада ғой. Бауырлар, міне жалпы ықылас жайында жаңағы ойланған ойым осы еді, айтқым келген сіздерге. Енді сұрақ-жауап форматында өтейік, құптанға дейін. Сұрақтарыңыз болса, иншалла, жалпы ықыласқа байланысты. Қойыңыз. Сол жаңа 40 күн бойы деді ғой, бір амал істеу. Садақа беру. Оны мен айтқан жоқпын, Расул саллаллаху алейхи айтты, бұл хадис. Расул саллаллаху алейхи не деді? Бір амалды 40 күн бойы үзбей жалғастырсаңдар деді. Және оны ықыласпен орындасаңдар деді. Амал деді ме, оның ішінде бауырым бәрі бар. 40 күн садақаны бересің бе, 40 күн Құран оқисың ба, 40 күн бойы білмеймін, амалдың түрлері көп қой. Амалдың түрлері көп. Немесе әрқайсымыз өзінің әлсіз жеріміз бар. Біреу әлсіз жері ұйқы құмар болуы мүмкін. Ұйықтағысы келе береді. 40 күн бойы нәпсіні сындырып күресіп көрсеңізші 40 күн. 40 күннен кейін ол ұйықтамайтын адам айналады енді. Сол уақытын пайдалы нәрсеге жұмсай бастайды. Екінші біреу бар, кітап оқыса оқығысы келмейді. Кітаптың түрін қарағысы келмейтіндер бар. Сіздер қарайсыздар ма кітап? Көп па? Ондай жақсы емес бола, кітап оқып жүру керек. Өйткені мынау дене бітіміміз біздің су ішу арқылы, тамақ жеу арқылы азық алады ғой. А бұның бәрін басқарып тұрған ми деген процесс бар мына. Ол сенің анау бит темір көтергеннен бұл не алып қоймайды. Бұның азығы кітап оқумен ғана болады. Яғни білім қорегін берген кезде миыңа бұл кәдімгідей не алады екен? Энергия алады сол жерден. Ал миымыз энергия алып жұмыс істеген кезде сол кезде мынау бәрін жұмыс етеді. Аяқ қолыңды, давай былай істе. Маған күшті идея келіп тұр, сен былай істең, әдемі болады дейді. Ал мынау ұйықтап жатқан кезде мынау точно ұйықтайды ғой денең. Не істеуді білмейсің, осы бүйтіп отырасың телефон шұқылап. Пікіріңді айтшы десең, дейді. Пікіріңді айт мына мәселе десең, мен көпшілікке қосыламын дейді. Пікірі жоқ та ол. Ішінсен білмейді, не айтуды да білмейді. Ол жақсы емес ол. Сосын кітап оқығысы келмейтін адамдар 40 күн бойы кітап оқыңыздар. Нәпсіңді қойып ал, білмеймін, бір күнде бір уақытқа қойып ал. Бірақ 40 күнге жалғастыр. Бірінші күні таң намазы күні оқы, екінші күні таң намазы уақыт келмесе 5-нен кейін оқы. Бірақ үзбеді, күні оқыған жеріне белгілеп кете бер. 40 күннен кейін иншалла кітап көрмесең тұра алмайтын адамға айналасың Құдай қаласа. Және жүрегіңді сонда Алла бай қылып қояды, оны тіліңнен шығарып қояды дейді Алла субханала тағала. Расул айтып жатыр. Қараңыз. Яғни Расул айтты ма, демек сондай болады, оған ешқандай күмән болмасын. Бұл жерде айтқым келген, демек әрқайсымыздың әлсіз жерімізді күшейтіп алғымыз келеді ғой. Сол әлсіз жерімізден осы нәрсені қойып алсаң жақсы екен де, иншалла. Сұрақ бар ма? 40 күн бойы емес, мысалы, жаңағы хикмет жүрекке 40 күнде келеді дейсіз. Мысалы, белгілі бір істі, мысалы, 5 намаздан кейін 100 рет истигфар айтады дейді. Ол мысалы 10 күн істеді де, 10-ші күні рияға беріп қойды. Мысалы, 30 күн соғыдан кейін 40 күн істеу керек пе дейді, 40 күн соғыдан кейін жүрегіне хикмет келеді. Енді хадисте жалпы 40 күн деп айтты ма, соны 40 күнге толтыру керек қой, үзбей арасын. Жоқ, рия болмайды ғой. Рия болмау үшін жаңа айтқандай ықыласты қойып аласың ғой басына. Басына қалай қойып аламыз бауырларым? Осы нәрсені түсініп алайықшы. Яғни амалдың басына ықыласты қойып аламыз деп жаңа қайталап жатырмын мен. Қалай қойып қоясыздар оны? Басына бүйтіп қойып қоясыз ба бүйтіп? Мына ықылас қойып қойдым мен. Болды, амал кетіп жатыр. Қалай түсініп жатсыздар мені? Сіздер білесіз ойларыңызды. Мен өзім түсініп отырмын да не айтып жатқанымды. Бірақ сіздер қалай түсініп жатсыздар ол сөзді? Ой, бәрекелді, Аллаху акбар. Түсініпсіздер. Яғни амалдың басына ниет етесің болды. Ол бір жарты секунд уақыт ала ма, алмай ма, ойыңнан өтетін сондай кезең ғой. Алла, мен амалды мен сені разы қылыңызшы деймін, соған ниет еттім. Болды, Аллаху акбар. Бұл одан кейін амалды бастау керек енді. Не істеу керек, бауыр, айт, не істеу керек де. Кейін соны істеп жатқан кезде арада сынақтар болады, сондай мәселелер туындайды, түрлі Алла Тағала сынайды, сол кезде ашуланбау керек бірақ. Бауыр, мен сен үшін сияқтан келіп осыны істеп жатырмын, сен не, маған керек па, саған керек па мынау? Деп айтсаң, онда ықыласпен емес сенікі. Сен үндемей істей бер. Өткен сен кім үшін істеп жатсың? Алла үшін ғой. Алла үшін деп ниет етіп келдіңіз бе, болды. Сол ниетіңді Алла қабыл етсін, субханалла. Және екінші мәселе бар ол жерде бауырлар. Ықыласпен жаңа айтып жатыр ғой, бір-бірімізге көмектесіп. Жалпы діннің мақсаты бізді біріктіру ғой негізі.
яғни қоғаммен қоғамсыз ешкім өмір сүре алмайды жалғыз. Қоғаммен адамдар бақытты, қоғаммен адамдар өмірге деген құлшыныс пайда болады. Иә? Сол қоғамның ішінде жаңағыдай ықыласпен бірімізге көмектескен кезде Алла субхана ва тағала бізге көмектесіп тұрады деп жатыр. Қараңыз. Бұл басқа хадис. Яғни кім мұсылман бауырың қажетіңде болса, Алла сенің қажетіңде болады дейді. Оны былай түсіндіреді ғұламалар. Мысалға дейді, бір адам ауырып қалғанда, баласы ауырып жатыр ма, әйелі ауырып ма білмеймін. Бар ғой, Алла шифа берсін ауырып жатқан науқастарға. Барған жерде емделіп жатыр, қарап жатыр, ем қонбай жатыр дейді. Енді мамандар айтады, дәл сондай мен ауырып жатқан біреу тауып алса дейді, басқа біреу деді, бөтен адамды. Сөйтсе сен соған көмектес дейді. Дәрісін алып бер, жүгір, анализдеріне көмектес, біреуге, басқа біреуге. Алла субхана ва тағала соның есесіне Алла тағала сенің ана жазылмай жатқан балаң бар еді ғой, кім еді ауырып жүрген? Алла оны жазып жібереді дейді. Яғни Асап соны айтты. Кім мұсылман бауырының қажетінде болса, Алла сенің қажетіңді өтеп қояды. Немесе біреу бір кәсіпті бастады, кәсібі жүрмей жатыр. Бәрін қарап жатыр, болмай жатыр. Сразу жерде стоп, тоқтау керек та, дәл сондай кәсіппен айналысып қиналып жатқан біреу тауып алу керек. Оған спонсор болып, оған көмектесіп жіберу керек. Давай сен айналысып жатыр екенсің, мен ол саланы білемін, зерттегем. Былай істейік, мен саған көмектесемін. Яғни соның кәсібін дөңгелетіп жібердің да, мына біреудің. Алла тағала сенің кәсібін дөңгелетіп жібереді дейді. Яғни кез келген нәрсе сол. Өзіміз тұрып алып, ямаға буксовать етіп тұрған болсаң, шығатын варианттар бар да оның. Сол үшін ықылас, оның басында бірақ ықылас деген нәрсе тұру керек. Ықылас деген не екен? Алла үшін болды. Алла үшін істедің ба, оны адамдар көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, айтып жатыр ма, айтпай жатыр ма, ол қызық емес бізге. Ана хадисті қарасақ бауырлар, енді өте бір қорқынышты хадис негізінде, Расулullah айтады. Бұны Абу Хурайра деген сахабаға айтып берген ғой Расул. Абу Хурайра деген. Қияметте Алла тағала ең бірінші мынадай 3 адамға сұрақты бастайды деген ғой. 3 топтағы адам. Қараңыз. Кімге десе, білімді адамға Алла тағала сұрақ қояды деді. Саған білім бердім. Сол білімді қайда жұмсадың? Не істедің? Ана адам айтады, білімді тараттым, түсіндірдім адамдарға, күн демей, түнді демей жүрдім осылай. Десе Алла тағала айтады екен, өтірік айтасың дейді екен. Сөйтіп малайкаларда, періштелерде, өтірік айтып жатсың, біз білеміз. Өткен періште жанымда жүр ғой, жазып жатыр ғой бәрін. Өтірік айтып жатыр, олар да куәлік береді дейді. Сен адамдар білімді деп айтсын, больница соқтың, тал ектің, біреудің жолы кіресін тауып бердің, оқуына көмектес. Яғни жолдар көп қой. Алла тағала айтады екен, сен өтірік айтып жатсың. Періште айтады, өтірік айтып жатыр. Сен жомарт бай екен, алдына адам барса, қолын бос қайтармайды екен деп айту үшін ниетің сондай болды. Сол ниетіңе жеттің, адамдар сені мақтап жатыр. Үшінші адам шақырады дейді, ол кім дейді? Үшіншісі, денсаулығы бар адам. Кәдімгі денсаулық Алла бере саған, сол денсаулығын айтады, сен саған батылдықты бердің, қайда жұмсадың? Батыр айтады екен, мен сенің денсаулығының арқасында елді қорғадым, жерді қорғадым. Тіпті сол жаудың қолында қаза таптым мен. Яғни шахид болдым деп тұр ғой. Алла айтады екен, жоқ, өтірік айтып жатсың. Сен ол батырлығыңды мен үшін емес. Адамдар айтсын, бір өзі талпаға жүгіріп кете береді екен, қарамайды екен ол. Бір өзі қорықпайды екен, бір өзі 100-ге де шығып кете береді екен деп айту үшін еді. Адамдар айтып жатыр сен батыр деп. Расулullah үндемей қалады. Сөйтіп таяғымен жерде тұрды дейді. Абу Хурайра деді. Сол үшеуінің қайда кеткенін білесің ба деді. 3 топта адамдар бар ғой. Абу Хурайра Расулullah білмеймін, қайда кетті олар? Алла тағала тозаққа, жаһаннамға ең бірінші сол үшеуін лақтырады деді. Қараңыз. Яғни тозақ міне ашылды. Ең бірінші кіретін осы 3 топтағы адамдар. Алла сақтасын, ана қорқынышты хадис анау. Ал сол 3 топтың ішінде отырмыз қазір біздер. Ішімізде байлар бар, ішімізде білімді адамдар бар, ішімізде батырлар бар. Қазір әрқайсыңызды бүйтіп қарасақ, сол 3 топтың біреу болып шығасыздар. Не батырсың, не байсың, не білімді адамды азаматсың. Енді бұл үшеуі де қарасаң, бұл сыртқы форматы әдемі амал жасаған үшеуі де, машалла. Ана білімін жұмсаған, ана байлығын Алла жұмсаған деп, ана денсаулығын соған жұмсадым деп тұр. Бұлай сыртқы көрініс қарасаң, керемет амал. Бірақ ол амалдың басында не болмағандықтан қабыл болмады ешқайсысы. Не болмаған? Ықылас болмаған. Ана білімін Алла үшін деп қызмет қылмаған. Ана ықыласпен дүниесін Алла үшін деп бермеген. Мені айтсын, мені фотоға түсіп жазып қойсын, көшенің атын берсін менің атымды.
Мен ғой істеп жатқан бәрін. Ниет сондай болған ғой. Алла оны істетті мына өмірде, бірақ Алланың алдында ешнәрсе жоқ дейді. Керісінше сол амалы оның тозаққа кетуіне себепкер болды. Астағфирулла. Ең бірінші сол тозаққа кіреді дейді Расулалла. Анаң қорыққан кезде кәдімгі нең тітіріп кетті. Қорқынышты хадис та. Субханалла. Айтамын, қазір үш топ осы жерде отырсыздар. Не анаусын, не мынаусын, не мынаусын. Сол үшін жаңағы айтып жатқан ең басында ықылас деген нәрсе болу керек екен. Кез келген амалда. Иншалла сол кезде ол нәрсе қабыл болады. Аз болса да, бірақ сапалы болады, ықыласпен. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұраңыз. Алейкум салам. Тасаттық жөнінде қойып деген. Тасаттық береді ғой. Жаңбыр жауғанда. Жаңбыр жауғанда соған малды құрбандыққа сойғанда анау неге міндетте зират басына жаңағы қордың басына барып союға болады. И неге союға болады? Бұлардың басына. Сол қайсы дұрыс болады деп. Енді тасаттықта жалпы құрбандық шалу міндет емес негізінде. Бұл енді жалпы мына үрдісімізде жалпы қосымша бір амал ғой. Әйтеуір Алла үшін деп құрбандығымыз шалып алайық, соны етін садақа қылып таратып тастаймыз да. Кейін сол амалымыздың шарапатымен, Алла біз саған бір табан жақындаған болуымыз нәсіп ет, дұғамызды қабыл ет, бізге жауын керек деген мағына. Бірақ таза истисқа жаңағы жауын тілеу, солатыл истисқа келетін болсақ, жауын тілеу намазы, ол жерде құрбандық шалып барып деген мәселе айтылмайды ол жерде. Ол жерде кәдімгідей адамдар тіпті тақияларына шешіп тастасын деп келеді, жалаңбас, әбіржіген халдерінде бренд киімдермен тастап кету керек. Кәдімгі қарапайым киімдерін киіп, алба жобалар шығып, қырдың басынан шығу керек дейді. Сөйтіп имамның алдына қойып алып, жамағат болып намаз оқып, сөйтіп сол жерде дұға тілеусін деп келеді. Ал оның ішінде жаңағы басқа дін өкілген адамдар болмасын деп келеді. Оның ішінде әйел кісілер болмасын деп келеді. Сөйтіп сол адамдар бәрі бір ауыздан сол жерде жауын тілейді. Жауын тілеңіздер, Расулаллах айтқандай, хайырлы жауын тілеңдер деген. Алла жауын бер дей бермеңіздер. Ол ертең сел алып кетуі мүмкін қаланы. Алла бере салады жауынды. Бірақ хайырлы жауын болсын. Алла хайырлы болсын. Хайыр деген сөз бәрін қамтып кететін сөз ол. Яғни пайдалы, жерге сіңімді, өсіміздің керек уақытындағы сондай пайдалы сусын болсын деген мағына ғой. Сол үшін жаңа құрбандық, және қайталап айтамын, құрбандық шалу ол міндетіне жатпайды. Міндет емес. Бірақ оны істеп жатқан адамдарды жоққа шығып айыптамаңыздар. Сендер бидаға жасап жатыр екенсіңдер. Ана қойдың неге нәсі бар, сен жаңбырыңа деп тұрмауға да болмайды. Яғни құрбандық сол Алла үшін нәзір атау деген нәрсе бар. Алла, міне сен үшін нәзір атаймыз осы ойымызды, малымызды. Соның есесіне мына дұғамыз қабыл болса екен деген мағынада ғой негіз. Бірақ оның ішінде ең маңыздысы сол сыртқа шығып намазы, дұға сол екеуі маңызды ол жерде. Жаңа жауын тілеу мәселесінде. Амал, жақсы амал бастадыңыз мысалы да, ықыласпен жақсылап тұр. Бірақ істеп біткеннен кейін ішінде бір нәрсе жүрсе айтса керек жаңа ше. Бірақ айтпасаң ешкімге. Сол қабыл ма? Сол ең басында ниет ықыласпен болса, бұл сонымен кете береді ол. Ол айтса екен деген нәрсе, істеген нәрсең әдемі шықты ғой. Мақтанғың келіп тұр да? Жоқ, шайтан азғырады ол. Бірақ ол шайтанмен күресу керек. Сен сол кезде әрдайым өзіңе сұрақ қой. Мына шаруаның бітуіне қанша уақытым кетті, қанша ақшам салдым мен. Оңай болған жоқ. Мен оны қазір мақтану арқылы аятқа қарсы келемін ғой. Алла Тағала Құран кәрімде айтты емес пе? Істеген амалдарыңды міндет қылу арқылы жоймасаңдаршы дейді аятта Алла Тағала. Яғни ол амал жойылып кетпейді дейді. Сен міндет қылған кезде жойылады деп тұр. Мақтанасың да, міндет қылып, мен керек болса мен бәрін сатып аламын, менікі мынау деп тұрсың. Көрдіңіз ба? Соны әрдайым нәпсімен күресу деген мәселе бар да. Нәпсімен күресіп өтеміз ғой өмір бойы. Али радиаллаху айтқан ғой, Алидің сөзі. Мен жауымен күресіп шаршаған емеспін дейді ол кісі. Өмір бойы ниетімді тұрлаумен шаршадым деген ғой. Енді бірдеңе істеймін десем, ниетімді тұрлап аламын дейді. Анамен алысып жатсам, ниетім бұзыла бастайды дейді. Қалай онда деп. Ана қиссасы келеді. Бір мүшриктердің батырмен жекпе-жекке шыққан кезде, ол батыр жасы үлкен болған, ол жеңіліп көрмеген батыр болған ол да. Ол да батыр болған. Соны Али радиаллаху бисмилля Аллаху акбар деп жамбасқа ұрып астынан салып алады ғой. Қанжарын шығарып Аллаху акбар деп Алла үшін өлтірейін деп жатқан кезде бетіне түкіріп жіберген да анау мүшрик.
сол кезде Али өлтірмей тұрып кетеді орнынан. Кейін мушрик айтады: Али, сен мені өлтіруің керек еді дейді. Саған әдемі бір шанс келген еді, сен істеуің керек еді, неге істемедің дейді. Али айтқан: мен бірінші сені Алла үшін өлтірейін деп жатқан едім деген да ол. Сен мен бетіме түкірген кезде мен нәпсім оянып кетті дейді. Сен кімсің маған түкіретіндей? Мен одан бетер сені өлтіргім келді дейді. Мен өзім үшін адам өлтіруге болмайды маған дейді. Али соны айтып жатыр: мен өмір бойы нәпсіммен күресіп ниетімді турлап шаршадым деп айтқан да ол кісі. Яғни батырлық деген сол, өзің стоятын жерде тоқтай алса, ол батыр. Али өлтіретін жерде өлтірмеді мушрикті. Халық жауы оны айтпесе. Бірақ сол жерде өлтірмеді. Не үшін? Өткен ниет бұзылып тұр уже. Бірінші Алла үшін болып тұрған еді. Кейін не болып кетті? Бұзылып кетті. Сол үшін басында ниетті қойып алғаннан кейін жаңа айтқаным сол басындағы ықылас деген ниет, сол амалды өмір бойы сізге сол нәрсені есіңе салып тұрады. Қой, сен Алла үшін деп айтқаның ғой баяғыда. Сен ниетіңнен айныма. Алла үшін бердің ғой, оны сен сұрама. Алла үшін көмектессің ғой, оны айтпа. Деп сол ықылас деген нәрсе әрдайым сізге сол жерден қуат алып тұрасың да. Сөйтіп теманы жауып тастайсың. Білмеймін, мен емес шығар, по-моему, ұқсатып жатқан шығарсың деп өзіңді алып қашасың ғой, мына қарай. Көрдіңіз ба? Сол кезде сен біл, ол амалды сен қияметке жасырып жатсың, сақтап жатсың ар жаққа. Сен ол амалды Алланың алдында әшкере болған қалап тұрмыз да. Алланың алдында марапаттауымыз нәсіп етсін де. Марапат Алланың алдында болады. Немесе Алланың алдында үлкен сот болады. Қиямет күні деген ол судный день, қиямет күні ол сот болатын күн. Адамдардың күнәлары әшкере болады сол жерде. Қанша жасырып істеп жатқан болса да қазір түнде, Алла оны әшкере қылып қояды қаласа. Қаласа оны әшкеремен жасырып қояды деген. Өйткені Алла Тағала Ас-Саттар деген есімі бар. Бәріміз Абдус-Саттармыз. Яғни жасырушының пенде құлымыз бәріміз. Көрдіңіз ба? Сұрақ бар ма? Алейкум салам. Қазір жазылып мысалы, көзді зинадан қорғау туралы. Үйленсей. Нағып көресіңіз? Үйлен. Субхана, біреу дертін айтып жатса күліп жатсыңдар. Жоқ, Алла қалап тұр ғой саған үйленуің. Сен өзің қаламай айтсың. Тоқта. Үйлен. Жасың нешеде? 25? 21? Болыпты ғой, кепсің уақытын. Қазақ 13-інде отау иесі дейді. 13-інде отау иесі деген. Оны ғұламалар айтады. Адам көшеге шыққан кезде дейді. Көшеге шығамыз бәріміз. Көшеге шыққан кезде, жаңа бауырымыз айтқандай, көзі нәрсеге түсіп кетіп жатса дейді, үйіне қайттан обратно қайтсын дейді үйіне. Үйіне кіріп суын ішіп шықсын дейді. Су ішіп шыққан екен көшедегі Фанта, Кока-Кола қызық қылмай қалады дейді. Шөлі қанып. Сіңдер ғой, Енді шөлдеп жүрген адамға Кока-Кола да қызық, Спрайт та қызық, оған бәрі қызық қой. Бәрін ішкісі келеді. Ана да қызық, мынау да қызық көрінеді. Суға тойып алсайшы болды ғой. Суға тойып алған соң қызық емес саған. Мына жақта жылтырап жатқан нәрселер қарамайсың да мән бермейсің. Қазір жаз болғаннан кейін жаны жалаңаш қыздар дегендей көшелер бар. Онда оразасында. Расулаллах айтып отырған. Не үйлен, не оразасында деп жатыр. Ораза саған қалқан болады дейді. Неге қалқан болады? Ораза саған адам бар ғой, ше? Кеше оразада көрдіңіздер ғой, ауыз ашқанға шейін мынаны ойлаймыз ғой бәрі мынаны. Қатын қалаш қыз ешкім қарамайды да, ойламайды да. Өзің салбырап, бүрісіп, ертірақ сағатқа қарап, ауызымды ашсам, су ішсем екен. Жаңынан қыздар келіп жатыр ма, кетіп жатыр ма, қызық емес саған ол. Өткен адам мынау шөлдеп әлсіреген кезде мынау қан айналымдарды жиырылады екен, тамырлар ше. Расулаллах соны айтқан. Ораза астап аштық арқылы шайтанның жүгіріп жатқан жолын қысыңдар, кішкене тарылтыңдар деген хадис бар. Біз тамаққа тойып алып, шашликке тойып алып шыққан кезде көшеге, анау не трасса кеңейеді екен де олардың. Шайтан разумен жүгіреді оның ішінде. Әрине әркімге қарайсың сосын. Анаған бір қарайсың, мынаған бір қарайсың. Өткен азық бар ғой сенде. Сосын Расулаллах айтты ма, барлығы бұл нәрсеге шын мән берейік. Бауырымыз Алла разы болсын, шын ниетін айтып жатыр ғой, қиналып жатқанын. Енді сізге айтайын, қазір күнде үйленбеуге не себеп бар? Қазір күнде ана той-томалаққа келетін болса, оның да проблема шешілген де шариғат бойынша. Қыз баланың Ханафи мазхабы бойынша ең төменгі махрдың көлемі 10 дирхам. Шамамен 35 теңге. Қазір нарықпен 35 теңге 40 теңге арасында. 40 теңге бірдеңе тап. Қой қанша тұрады?
А? 50-60 мың теңге тап, иншалла. Таба алмасаң айт, көмектесейік жан жақтан. Так, 60 мың теңге қойға кетті, 40 мың теңге махарға төленді, 100 мың теңге үйленесің, иншалла, гарантия болған. 40 мың теңге махырын төлейміз қыздың, біз өзіміз тегін сваркілеп береміз, сен мешітке келсең, иншалла. По-советски. Сөйтіп, ана 60 мың теңгеге қой аламыз, қойды сойып, сөйтіп, туған туыстар, жора-жоластарға кішкене бір дәм бересің. Оның асасын Абдурахман Ауф деген сахаба үйленген кезде, Абдурахман қой болса да сойып, той жасап, үйленгеніңді жарияла деп айтқан Расулаллаху алейхи вассалам. Оның бәрімізге айтқаны. Абдурахман деген бай, әлемде ондай бай жоқ әлі. Абдурахман Ауф, қазір әлемде ондай бай жоқ. Сондай байдың тойы андай өтіп жатыр, қараңыз. Қалай өтті тойы? Абдурахман бір қой сойды, соны халыққа соны тамақ қып беріп, үйленгеніңді жарияла деп айтты Расулаллаху алейхи вассалам. Бітті, той бітті сонымен. Ол ресторан жалда, оның сыртындағы гулянка, фотоға түсу, ана бірдеңе, оның бәрі қосымша адамдардың шығыны ғой негізінде. Адамдар оны жаңа айтқандай, өз жерде ықылас керек болып тұр, үйленген кезде де байқаңыздар, ре болып кетпесін. Яғни пәленшенің баласы үйленген кезде көрдім, не деген той, мен де солай істеймін. Дәл сен соған іліктеген істейсің, онда Алла үшін емес сен тойың. Яғни тойды Алла үшін істейік. Әке ретінде бәріміз оны ескерейік, үлкен кісі де отыр арамызда. Балаларымызды үйлендірейік. Бірақ тойды Алла үшін істеп берейік. Риядан аулақ болайық. Шамамызға қарай, көрпемізге қарап көселейік. Сөйтіп балаларымызды үйлендіріп қояйық. Қазір заманда айтайын, такси водительсінде 100 мың теңге табасың, иншалла. Сөйтіп үйленіп ал. Жарай ма, інжек? Ол бойдақтар бәріңізге қатысты әңгіме. Жігіттерде көбірек шанс бар ғой негізі. Қыз балалары қиын да. Қыз балалар мұсылман, оның ішінде біз сондай ұлтпыз да, қыз балалар айтамайды екен. Мен тұрмысқа шыққым келеді деп айтамайды қыздар. О, айнаға қарап, шашын тарап, сен күтіп отыр, сен мына жақта ойланып жүрсің, не істесем болады деп. Көзім кетіп қалып жатыр деп. Оларда сен сияқты вариант жоқ. Егер сен сияқты вариант болғанда, ол баяғыда 4-еуін алып алатын еді. Сен біреуін ала алмайсың. Сосын жігіттер кішкене ояныңыздар. Барынша тезірек үйленуге әрекет қылыңыздар. Тез үйленгеннің пайдасы бала тез ер жетеді екен. Бала тез ер жетеді. 40-қа толмай балаңы ерсейіп қалғаннан кейін балаң жұмысты қолынан алып қояды. Бұл 40-қа толмай сен қажылығыңа барып, жаңағыдай мешіттен келген Құраныңды оқып, ихсаныңды жасап, ақыретіңе көп сауабын істеп, қалған өмірің сол өтеді екен. Машалла ғой. Ал кеш үйленген адамдар әлі тырбыңдап ақшаның соңында жүр. Балалар өсе алмайды, балалар кішкентай ғой. Кеш үйленгенің мына жақтан кешіксең, мына жақта кешігеді де саған. Автоматически сондай. Мына жақты ертерек бастасаң, мына жақта ерте саған келеді артынан. Сол жағын көбірек ескеріңіздер. Және сұрақ бар ма? Дос баламыз бар еді. Айтады, мысалы өмірге келдік дейді, Алла біледі дейді да, біз не істеп не қоятын дейді. Бірақ біз не үшін өмірге келіп, не үшін өмір сүріп кетеміз дейді. Соны сұрақ қойды да, мен айттым, таңдау өзінде деймін да. Кітап болса, қара. Намаз жайына. Қараған ғой қазір. Түсіндім сұрағыңды. Не үшін келдік? Не үшін келдік? Егер Алла білді, мен жұмаға кетіне тозақ еттім. Білді, неге мен өмір сүрмейтін дейді. Жақсы, тағдыр мәселесіне кіріп жатыр бауырымыздың сұрағы. Алла егер оның бәрін білген болса, не үшін мен тағдырымды солай жазды? Кім тозаққа, кім жәннатқа баратын бәрі шешіліп қойған болса, алдын ала. Онда мен не үшін амал істеуім керек деген нәрсе тұр ғой бұл жерде. Бұндай сұрақ сахабаларда қойған Расулаллаху алейхи вассалам. Дәл осындай мағынада сұрақтар бар. Ол мынандай екен бауырлар. Лаухул махфуз деген бар. Лаухул махфуз деген жалпы осы жаратылыстың архиві деп біліңіздер. Архив. Яғни бүткіл мағлұматтар сақталып тұратын архивтер болады ғой. Біздің тағдырымыз сол архивте жазылған уақытында. Әлі біз жоқпыз әлемде. Әлем жоқ әлі. Ешкім жоқ кезде, бірақ Лаухул махфузға Алла тағала тағдырымызды жазып қойды дейді. Ол тағдырды қалай жазды десе, ғұламалар айтады, Алла субхана ва тағала, яғни біздің қай жолды таңдайтынымыздың соңғы нүктесі бар ғой. Яғни бүгін мешітке келем дедің бе, келмейді. Келіңіздер ғой. Яғни осы келетін таңдауыңды Алла тағала тағдырыңа жазды дейді. Сен келетіңді біледі Алла. Бүгін Әл-Машаниға келіп, намазды оқып,
жамағатпен бірге осы уақытыңды Алла үшін өткізуге ниетің бар екендігін Алла әуелден біледі. Әуелден біледі. Сол таңдауымызды, осы таңдаған жолымызды Алла Тағала соны неге жазып қойған? Лаухул махфузға. Кейін бала анасының жатырына құрсағына түскен кезде 40 күннен кейін екі періште келіп, сол лаухул махфуздағы архивтағы жазылып тұрған мағлұматтарды алып, оған бекітеді деген. Яғни ұл бала ма, қыз бала ма, ол өмірдегі ұстанымы қалай болады? Қай бағытты ұстанады? Көрдіңіз ба? Бұл жерде не болды? Бұл жерде Алла Тағала ешкімді зорлап, мәжбүрлеп, мынау алқаш болады точно, мынау наркоман болсын, так, мынау зінақор болсын, мынау намазхан болсын деп ондай жасамайды. Сол наркоманның өз наркотикті жақсы көріп, нәпсісін жеңе алмастан, сол наркоман болатын таңдады ғой сол жолда. Оған ескертті қаншадан, Алла ескертті оған жібереді оған. Ағасы ескертті, әкесі мойнын бұрап тұрып ұрған кездері болды, қойсайшы мынауыңды деп. Бірақ нәпсісін жеңіп қоя алмады ол. Өзі сол жолды таңдап тұр. Немесе сол наркотикті тастап кетіп, жақсы жол таңдап кететінін Алла біледі, тағдырын соны жазады. Яғни адам не шешім қабылдайтынын Алла әуелден біледі. Қараңыз. Сол соңғы нүктенің шешімің бар ғой. Істейсің ба, істемейсің ба? Намаз оқисың ба, оқымайсың ба? Наша шегесің ба, шекпейсің ба? Арақ ішесің ба, ішпейсің ба? Адам таңдап жатыр ғой. Сол соңғы итог таңдаған еркіңді Алла Тағала әуелден біледі, сен сол неге тоқтайтыныңды, соны тағдырыңа жаздырған дейді. Көрдіңіз ба? Демек, өткен тағдырымыз, өткен өміріміз бізге белгілі болды. Кеше не істегендерін естеріңізде ғой, Рамазан не істегендерін есімізде. Міне, өткен тағдырымызды біз көре алады екенбіз. Ал алдымызда келе жатқан тағдырды біз өзгерте аламыз. Қалай өзгертеміз оны? Жаңағыдай, ұстанымыңды өзгерте аласың сен. Жаман сипатынан арылайыншы десең, сен тағдырың сол жақсы жағына өзгереді. Өткен Алла Тағала Құран кәрімде «Инналлаху ла юғайру би қаумин хатта юғайру би анфусихим» дейді. Қайсы бір қауым өздері өзгерейінші, мына жаман жолдан мына жақсы жолға өтейінші деп өзгермейінше, Алла ешқандай қауымды өзгертпейді деген аят бар Құранда. Бұның тәпсір ғұламалар соны айтып жатыр. Демек, Алла Тағала бізге таңдау еркін беріпті. Жақсы жаманның бәрін Алла Тағала ажыратып беруге пайғамбарлар жіберді, кітаптарын түсірді. Кітапта бәрі ашық айтылды. Алла Тағала аятта қаласаң кәпір бол дейді, қаласаң мұсылман бол дейді. Өз еркің дейді. Сен ешкім мәжбүрлемейді. Ла икраха фид-дин деді. Дінде зорлық жоқ, біліп қойыңдар деді. Қаласаң намаз оқы, қаласаң оқымай-ақ қой. Қаласаң мұсылман бол, қаласаң кәпір бол деген мағынада аят бар Құранда. Қараңыз. Бұл жерде шығатын нәрсе, бізге не беріп қойыпты Алла Тағала? Ерік таңдау берілді. Өйткені Алла Тағала әділ ғой. Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды жәннатта оларға бүткіл нәрсені беріп қойған еді. Соның ішінде бірақ жемісті жеме деген ғой оған. Біреуді алма дейді, біреу дейді, бір ғұламалар бір жүзім болған, біреу дейді бидай дейді. Яғни ғұлама арасында ихтилаф бар, әйтеуір бәрінің айт деген бір жеміс қой, қайсысы болса да. Яғни сол жеме дегенді жеді. Енді Алла Субхана тағала мына өмірге адам баланы жіберген кезде ұрпағымен, енді мына өмірде бізге таңдау еркін беріп қойып. Қаласаң же, қаласаң жеме. Міне, бірақ қайсы дұрыс емес екендігін Алла Тағала түсіндіретін шариғатын түсірді дейді. Оны түсіндіріп беретін ұстаз қылып пайғамбарларын жіберіп отырды Алла Тағала. Ертең қияметте Алланың алдына барып ешкім сылтау айта алмайды. Алла, мен білмей қалдым. Білгенде мынаны істемейтін едім ғой мына нәрсені деп айта алмайды ешкім. Өйткені Алла Тағаланың шариғаты бәрімізге жетті. Оны түсіндіретін пайғамбардың сөзін Алла бізге жеткізіп қойды. Ибраһим алейхиссалам Кағбаны соққан кезде Алла айтты ғой: Ибраһим, енді осыны жарияла, әлемнің түкпір-түкпірінен құлшылыққа өшірген адамдар келетін бол, жарияла деген ғой. Ол кісі сөйтіп айқайлап айтты дейді. Алла Тағала Ибраһим алейхиссалам дауысын бүткіл әлемге жеткізіп қойды дейді. Қазіргі күнде телефон жоқ, микрофон жоқ, айқайлап. Сол себебін істе деді ме, ол істеді. Тұрды да, адамдар, міне Мекке ашылды, Каба келіңдер, міне құлшылық қылатын қажылық орны осы жерде. Ибраһимге айт деді Алла Тағала соны. Ибраһим пайғамбар соны орындады, болды. Меккенің жанында ешқандай халық, ел жоқ, қараңыз. Жалғыз өзі Исмаил баласы екеуі соқты Кағбаны. Сөйтіп Алла Тағала не деп айтты оған? Ибраһим, енді сен адамдарға жарияла осыны деді. Мында Каба бар. Осы жерге тауафқа, құлшылыққа келіңдер деп айтыңдар деді де оған. Соны Ибраһим пайғамбар орындады. Оны ары қарай жеткізетін кім енді? Соңына дейін кім? Алла Субхана тағала. Яғни әлемде сол Кағбаны білмейтін адам жоқ қазір. Мұсылманда, мұсылман емес де бәрі біледі.
бәрін алады да жүректеріне соны жақсы көрсетіп қойған. Егер сол аятта Алла Тағала Ибраһим алейхиссалам Кағбаны бітірген екен дұға қылды ғой. Алла, мына Кағбаны тауапқа келетін адамдарға бір арманда бір әрең қол жететін бір амалға айналдырып қойсын осы жерді деді. Және ол тек қана мұсылмандарға деп ол кісі шектеп қойған да. Ғұламалар соны тәпсірінде айтқан. Егер тек қана мұсылмандарға деп шектемегенде Ибраһим алейхиссалам дейді, қазір Кағбаға басқа бүткіл әлемдегі адамдардың анау пробкасын көретін еді деп айтқан ғой. Мұсылман емес адамдар ағылатын еді соққа қарай дейді, Кағбаға қарай. Ибраһим алейхиссалам сол мұсылмандарға бірақ деп сол шектеп қоюымен, демек мұсылман емес адамдардың жүрегінде Кағба деген махаббат жоқ оларда. Олар үшін тұрған бір қап-қара жәшік анау. Өзі түсінбейді, не үшін барады осы мұсылмандар, не істеп жүрген жақта деп ойлайды. Ал біздер үшін ол арман. Ибраһим пайғамбар соны сұрады Алладан. Алла, мұсылмандарға bunu арман қылып қойсын. Бір қол жетпей әрең келетін жерге айналдырып қойшы, бірақ мұсылмандарға болсын деді. Әдемі айтқан да. Егер мұсылмандарға деп қастамағанда, онда қазір бүткілік сояққа кететін еді. Ағылатын еді, туристің бәрі жақта болатын еді қазір. Біз сөз жүретін едік. Мұны мұсылман еместерге не істемісіңіз мына жақта? Біз ғой мұсылманбыз, біз үшін қасиетті Кағба мынау. Деп қайсысымен түсіндіремін әлде? Ешқайсысын түсіндіре алмаймыз ғой. Оны Алла түсіндіріп қойған да. Сол үшін бауырым, тағдыр деген мәселе солай екен. Тағдырды сол өзіміздің таңдауымызды Алла білгендіктен, сол соңғы таңдаған шешімімізді Алла әуелден, әзелден біледі. Соны тағдырға жазғызған. Бірақ болашақ тағдырымызды да жақсы амал жағына өзгерейік деп өзгерте аламыз. Бірақ өзгермейтін тағдырлар бар. Ол өзгермейтін тағдыр еркексің ба? Не болды, ойланып айтып отырсың? Алхамдулилlah, еркекпін демейсің ба? Болды, сен қыз бола алмайсың енді. Бұл өзгермейтін тағдыр. Yani erkek қылып жаратты ма, біреуді қыз бала қылып жаратты ма, ол өзгермейді. Өзгерейсің де өзгере алмайсың сен. Ана мүшеңді ауыстырсаң, сен харам істейсің сен. Астағфиралла. Көрдіңіз ба? Оны тарасаң, ол күфірлік болады. Ол Лут пайғамбардың, Самуд пайғамбардың Алланың лағнетіне ұшырап кеткен қауымның амалдары, кеше ЛГБТ-ның істеп жүрген бәлелері, шайтанның амалы оның бәрі. Оны бауырлар айтып жүріңіздер, халыққа жеткізіңіздер. Ондай шайтанның нәрсесін, қазір біздер ол нәрсені жеткізбесек, шайтан насихат айтып жатыр қазір. Кәдімгі ортамызға кіріп алып, көзімізді бақырайтып қойып, өздерінің сол амалдарын ашық жария етіп жатыр. Обаның бір түрі деп жатыр ғой ғұламалар. Оба ауруы келді. Одан толық айыққан жоқпыз. Биыл жұт келді міне. Жаңағы жауын болмай жатыр. Алматыда келдім, Алматының өзі қазір сарғайып кетті. Бұндай Алматымен бірінші мәрте көруім. Yani көп бөмбек жасыл болып тұрған не? Алматы қазір сап-сары. Жауын жоқ, десіз ба? Алла қаласа жауынды тосып қоя салады екен, ал не істей аласың? Және күнәдан тағы тыйылмасақ, осылай келе береді бәлесі Алланың. Ол бәлені Алла ғана құтқарады бізді. Ешкім одан құтқарамайды бізді. Ол обадан да, мынау жұттан да, тағы одан да келетін қиыншылықты Алла сақтасын, оны Алла бізді құтқарады. Одан құтылатын бірақ жол бар. Біз тәубамызға келіп, халық болып, ел болып тәубамызға келуіміз керек. Тәубамызға келейік, күнәлар азайсын. Или мүлдем істелінбесін. Ұлыларымызды, қыздарымызды құлшылыққа бет бұру керек, имандылыққа бет бұру керек. Аллаға шүкірлігімізді көп айтуымыз керек, нығметіне. Иншалла, Алла Тағаланың қиыншылығын Алла қайтадан көтереді біздің басымыздан. Бұл кетеді, сейіледі, иншалла күн шығады. Осының бауырлар сондай нәрсе екен. Енді ел басына осындай күн туып тұр, ол бәрімізге қатысты мәселе, көп дұға қылайық, жеткізейік. Амр маруф, нахи мункар, ол уәжіп, парыз, яғни жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару бізге міндет. Жаңағыдай шайтанның адамдарын айтып жатыр ма, ЛГБТ сияқты нәрсені айтып жүріңіздер, жастар тыңдамасын. Бұндай Лут пайғамбарын, Самуд пайғамбарының қауымын Алла жермен жексен қылғанын айтыңыздар. Еркек пен еркек, қыз бен қыз, ол сол Лут пайғамбарының қауымы айналысқан еді осы нәрсемен. Самуд пайғамбарының қауымы осымен айналысып кеткен. Еркек еркекке ғашық болады, қыз қызға ғашық болған. Еркек пен қыз бір-біріне қарамайды. Сондай азғындыққа ұшыраған кезде Алла Тағала олар жермен жексен қылып жіберді дейді Құрандағы аятта. Сол үшін мынау нәрсенің өзі бізге және ескерту болуы мүмкін. Және осыған да тоқтамасақ, бір-бірімізге ескертіп күнәдан тыймайтын болсақ, онда Құдай сақтасын, бұдан да қиыншылық күндер кеп қалуы мүмкін. Сол үшін бауырлар, негізінде мынау жалпы әлем
Біз мына Нұр Астанада дәрісте өткенбіз. Қиямет қайымның бауырлар. Кіші белгілері бар, үлкен белгілері бар да. Кіші белгілері бәрі табылған екен, үлкен белгілер бірінен кейін бір басталып кете береді деген. Үлкен белгілер бар ғой. Ол үлкен белгілеріне көп уақыт кетпейді. Ата-анасына ақыл айтатын балалар өмірге келіп жатыр ма? Әке тыныш отыршы, мен өзім білемін дейтін балалар өмірге келіп жатыр ма? Бар ма? Бар. Осылай тізе бердік. Осылай 98-ге шейін бардық. Бар кетіп жатырмыз да. 99 біреу ғана табылмай қалды. Бұл қандай амал? Әлемде Алланың құлшылығын жасайтын адамдар қалмай қалады.